Қайырлы күн қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Осындай тәп-тәтті болып шығатын Рафаэлло конфетін жасадым. Сіздер де жасап видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге осындай бір шеті ақ, бір шеті қара вафли қажет болады. Мен де осындай сок езетін езгішпен езіп алдым. Онымен де езуге болады екен. Осылай езіп, енді кокосымызды да сәл езіңкіреп алыңыздар. Кокосты да езіп, осымен бірге араластырасыздар. Вареный сгущенка пайдаланасыздар. Осының бәрін салып жіберетін боламыз. Жақсылап араластырып, қолымызбен де әбден мыжғылап бәрін біріктіретін боламыз. Енді осыны домалақтап кокосқа орап алатын боламыз. Осындай болып шығады. Өте тәтті болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Балаларыңыз қуанып қалады. Жасап болған соң холодильникке де салып қойыңыздар. Сәл қатқан соң дәмі жақсы болады. Шаймен ішкенге өте керемет екен. Әрі столға қойса да әдемі көрінеді. Қонақ келгенде қойсаңыздар болады. Өте тәтті болып шықты. Егер ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қойыңыздар. Рахмет.